Акшамлар хайыр октябрьнан 8 эфирде заман Қырым вет дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырымыз студияда сілерімен Шевкет Аматулаев. Сілемлайым. Қырым ішғалден азат етілігі бойынша халқара саммитні Қырымнан ішғалге қаршылық костыровкуны кечірмеге планлаштыралар. Бұны Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев хабар етті. Саммитте Қырым ішғалден азат етіліп, музакире платформасы тешкіл етілі. Саммитке Америка Бірлешкен Девлетлері ве Русия лидерлері де давет етілежек. Мустафа Джемилевнің сөздеріне көре, Русия саммитте иштирак етмектен рет ете біле. Ама бұна бақмадан халқара саммит қарарлар алмалы. Русия оларны беджермесе тежавузды. Девлетке қаршы санкциялар құветлештірмеге имкан олы жақтыр. Қырым платформасы тешкіл етілігі аққында президент Владимир Зеленский Бірлешкен Миллетлерінің топлашуында айтты. Оның тешебусыне Европа бірлігінде енді қол тұттылар. Если уж сумеют договориться, то где-то в лютому, 26 лютого, делается день оперу Крыма оккупации. На этот день плануется такой вот саммит на уровне глав государств. Но сейчас обсуждается вопрос, будет участвовать Россия там или нет. Скорее всего, нет. Они будут повторять свою мантру, который сводится к тому, Россия, Крым российский, вопрос закрыт в таком духе. Но я думаю, что если вот это будет саммит достаточно внушительным, то он должен принимать какие-то решения. И если эти решения российской стороны не выполняются, шаг за шагом усиливать секторальные, персональные и экономические санкции на сторону оккупанта. Украина Бuyuk Британияның Қырым платформасына қошылмаға чағырды. Президент Владимир Зеленскийның Бuyuk Британияға олған иш зияреті чәрчевесінде тішішлері Назира Дмитрий Кулеба, Британияның тішішлері меселелері бойынша Девлет кәтебі Доминик Рап еле көрішті. Кулеба зенадашына ярмада ишғалден азат етілі фиолларыны тапмақ керек олған Қырым платформасы тешкіл еткеніні хабер еті Британияны да бұл платформаға қошылмаға чағырған. Назирлер қайдеткеніне көре Украина ве Buyuk Британияның халқара меселелерде мисал олырақ Русияге басқа етілі позициялары келеше. Buyuk Британия, Америка Бірлешкен Девлетлерінен бірлікте Украина топрақ бұтынлігі ве телекестілік кефалеті ола. 1994 сенесі декабрінің 5-інде Украина, Америка Бірлешкен Девлетлері, Британия ве Русия арасында Украинаны озек, яғни ядер силядан марум етмек Будапешт меморандумы имзаланған еді. Украина озек силядан рет еткені үшін бұл девлетлер мемлекетіміздің топрақ бұтынлігінің кефалетлері олмақ керек еді. Є у Європи два фланги. Є західний фланг, це Велика Британія, є східний фланг, це Україна. І сьогодні ці фланги стали один до одного ще ближчими. А значить, сьогодні Європа стала сильнішою. Киев Қырым азат етілів платформасына Түркияде қошылмасыны бекли. Братиславада Украина тышышлер назирінің бірінші муавины Менеджипар иш зияретінен бұлына рекет Түркияның тышышлер назирі Мевлют Чаушоқлы еле көрішкен. Өз тарафындан Қырым татарларнен бағлы меселелерде олған хайелерге қол тұтмаға азыр олғанларыны білдірген. Кележек автай Менеджипар Түркияге бары бұл меселе тарафында музакерлер кечірежеккен. Türkiye'nin bakışı herkesge açık ve bunu bilemiz ki toprak toplumuna Ukrayna'nın işgalinin kabul etmesini biz bu destekini Türkiye'den her daim ve gün koruyoruz. Onu da pek çok takdir ederiz ve yani bizim için hem de pek minnettarız buna. Şimdi Mevlüt Bey Çavuşoğlu dedi ki tabii ki Türkiye tarafında destek bize verilecek çünkü onlar için Kırım bu mühim mesele. Hem de Kırım Tatarlara ayrıca belli. Kırım Tatarlara desteği herkes için belli.
Бірлешкен Миллетлерінің баш катибі Антонио Гуттереш ишгал етілген ярмадада инсан ақларынан бағлы вазиет бойынша 3-ші марузасын айдынлатты. Весиқада ФСБ тарафындан азапларға чек тұруф ве Русия құветшілері өзлеріні серт алып барған айтылы. Бұне бері Русияны белгісіз ғайпылған 43 инсанның тапылмасы үшін кереклі әрекетлер япмағанында тенқит етелер. Весиқада ишгалчылер журналистлерінің профессионал фалиетіне кірішкені, Қырым татарларының евлері ичбір иваз төлен местен йықтырылғаны, Қырымдан инсанлар сұрғын етілгені ве оларының ерлеріне руслар кетіріліп ерлештірілгені де айтылмақта. Марузада кечкен сене июльнің бұрынден бұл сене июльнің 30-на қадар олған вақиялар акс етілген. Көчкенлер үшін Вайбер ве Телеграмда чат-ботлар чалышы башлады. Оның ярдымынен Қырым ве Донбастан мejburi көчкенлер керек олғаны вақыт бедава адлие ярдымыны ала біле. Мисал оларақ көчкен шахыс весиқасы ве девлет тарафындан насыл ярдым алмақ мүмкін олғаныны ишғал етілген Қырым или сыңыр кечілігінен бағлы суаллер олса, бұл чат-бот ярдымынен ярдым алмақ мүмкін. Бұл чат Исвечре Украина арасында олған EJIT IP программасы черчевесінде ве право на захист хайрия фонды тарафындан тешкіл етілген. 93 коронавирус хастасы вефат еткенда 5000-ден зияде яңы хаста белгіленген. Украинада яңы антирекорд. Хасталарының ең чоқ сайысы Харьков, Одесса, Сума ве Днепропетровск вилеттерінде қайдетілген. Карантин емшатылуына тек Кировоград вилеті азыр екен. Сағлық назерлігінде мемлекетінің иқтисадияты бұтынлей тоқтамасын деп серт карантин кірсет мемек үшін усуллар қыдыра екенлер. Киевде COVID-19 хасталарының сайысы эксілмей аксине артмақта. Кечкен күн девамында 442 инсанда юқынш хасталық олғаны таздықланған. 11 хаста вефат еткен. Иштимай ағыларда Киевдеки хастаханеге COVID-19 хасталарына кетірген ажили ярдым невбетлеріні көстерділер. Медична система просто банально не витримає, якщо ми не почнемо всі без виключення дотримуватися правил. Це коли в ресторані не 20 людей сидить за одним столом, поруч один з одним, а 4 людини, так як це встановлено. Це коли правил дотримуються в магазинах, це коли правил дотримуються на транспорті. Всі ці правила, вони розроблені були з однією метою. Для того, щоб зменшити кількість людей, які захворіли. Для того, щоб розривати цей ланцюг передачі хвороби. Ишгал етілген Қырымда есе яңы коронавирус рекорды. COVID-19 хасталығы 125 инсанда белгіленген. Бөлі малыматны ишгалжілер акиметі тарқатмақта. Ләкин Украина қоршалайжылары ишгалжілер вирус құрбанларынан сайысыны гізлейдеді. COVID-19 хасталығындан себеп өлгенлерінің өлім себебі оларақ дегер хасталықларына яза екенлер. Оның үшін халқара жематшылығына Қырым сакинлері қоршаланмасы үшін Русияге басқа етмеге чағыралар. Бұл дегер хаберлер аққанда невбете келев қамыз. Ишгал етілген Қырымда COVID-19 хасталығындан да бір инсан вефат етті. Пандемия башлағанынан берлі 77 инсан коронавирус құрбаны олды. Уммен 5000 инсан хасталанған. Қырым ақ қорчылайжы группа тарқатқан малыматқа көре ишгалжілер COVID-19 хасталығы құрбанларынан сайысына гізлей. Оларның малыматына көре хаста вефат еткенлерінің сайысы ресми статистикаға көре баяғы чоқтыр. COVID-19 хасталығы олған инсан вефат етсе, өлім себебі оларақ коронавирус инфекциясы дегілді дегер хасталық языла екен. Бұндан себеп ақ қорчалайжылар Русияның әрекетлеріне қимет кесіп пандемия шарайтлерінде Қырым сакинлерінің ақлары рәйет етілмесі үшін Русияге басқын арттырмаға чағырдылар. Ақ қорчалайжылар Бірлескен Миллетлерінің яңа резолюция лейхасын азырлаған. Ишгалжілер акиметі 8-й интылувнен Симашқа адына тибби меркезін açты. Хастаханені Ахмеджи живарында құрдылар, ама ішке дат шурмеділер. Оны башта ишгалжілерінің сағлық назерлігінің идаре етуіне бермек кереклер, тек о вақыт хастахане кереклі лицензияларына алып олажақтыр. Ишгалжілер акиметінің сағлық назер Александр Остапенко хабер еткенне көре COVID-19 хасталарыны бұл хастаханеде вазиет да бетер олса қабыл ете білелер. В новом корпусе будут располагаться те планируемые 15 отделений, которые изначально планировались для размещения. Это отделения практически все хирургического профиля.
Черкев суларына монополия. Ишгалжилер акимиеті Черкев суларына чеккен машиналарына тешкірі башлаган. Машиналарына әр-ерде гаи хадимлері тоқтатып пара жезаларына белгілі екен. Шақси евлерді яшағанлар бұндан зарар көре. Черкев сулары чқұрына темізлемек ечон, ев сайыплері автоларнен беклемеге мечбур. Бұл вақтысе ишгалжилер тешкілеткен вода Крыма шirketi бұл қызметні екі кереге палыға япмаға азыр. Қырым суван барында есе су севиесі эксілгенінен анбар тұбынды яңы сюрпризлер чыға. Эвел су болған ерде ескі қопқа, чөплік ве араба көпчеклері. Ахмеджет суван барында бойлы юзлерже көпчекні көрмек мүмкін. Йыллар девамында Ахмеджет сакенлері суван барына сағлыға аққында түшін местен бір чоқ чөплік атқан. Ризна сувда екі авто бұлынған сон чеші түрлі токсинлер ве зерлі модельерні чықара башлай. Суван бары сайлаған сон ерлі сакенлер бір вақыт ташланған чөпліклерні жиштірі башладылар. Лайв. Владислав Стужук, Заман, АТР. Украина ОБСЕде ишгалжилерінің Луганск юнелешінде олған Попасной кой янында аселет янгын чықарғанында қабатлады. Украина эйеті Венада кечірілген ОБСЕнің қавсызлық форумында избатларына да тақдим етті. Украинаның дайми темсілжесі қайдеткенне көре Русия незаретінде олған женкеверлер трассер снарядларını құлланып янгын чықарған. Женкеверлер янгынларына бұтын жебе сызғында башлатқанына избатларını топлағанлар. Янгынлар бір қач койына бұтынле йоқ етті. Bir insan vefat etken. Yangından sebep станица Луганская сыңар кетішінің іші вақтынже тоқтатылған еді. Відбулося задимлення території КПВВ, що склало небезпеку для пересічних громадян. Силами прикордонних нарядів почали локалізацію пожежі спільно з підрозділами ДСНС. Наразі КПВВ працює в штатному режимі. Лазер-шоу ве футбол мұхлислерінің Путин аққында белі шәрі. Бөле шекілде Киевде Русия президенті Владимир Путинны 68 яш толдырғанынан хайырладылар. Хайырлaf акциясы тәжауыз мемлекетінің елшілігі янында олып кечті. Фаллеранда Матем Гүлчемберінен келіп, елшілік диварында ұшық инсталляциясыны яптылар. Диварда белі олған ер сөзлері пейда олды, сонесе Русия президентінің портреті. Путинос доған күнні түневін қайдетті. Бұл саатқа зұрылған сонки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Атырден есе айырылманыз көрішкенже.